Армысыз қазақ елі. Осы мен қазір Жаңаөзен қаласында жүрмін. Бәріміз білеміз ғой. Қатар оқиғасы Маңғыстау жерінен басталған. 11-ші жыл оқиға болған Жаңаөзендегі. Енді осы жерде қарап, мониторинг жасап, бақылап, не болып жатыр, қалай жағдай болып жатыр дегенде. Соның бәрін көріп жатырмыз. Соны енді негізі мақсатым соның бәрін бүкіл қазақ еліне жариялап, жеткізіп. Енді әр тиынның екі жағы бар дейді ғой. Жақсы жағы, жаман жағы. Жаман жағынан айтып кетейін деген осы негізі оқиғаның бәрі басталған тек қана бір мәселеден, жемқорлықтан. Осы өзенді тонаған, ерінбейтін адам ғана тонаған жоқ. Оны ашығын айту керек. Бір, екіншіден, егер мен қазір мысалы осы таңда бәрі жақсы десем, ол өтірік болып шығады. Бәрі жаман десем, ол да өтірік. Кейбіреулер, хейтерлер айтатыны, ашық айтайық дейді, бірақ ол тек қана жаманын айтады. Бір жағын ғана айтады. Ол да дұрыс емес негізі. Сондықтан осы жерде елмен кездесіп жүрміз. Басшылармен, облыстың басшыларымен кездесіп жүрмін, әкіммен. Осы жерде кездескенім, осы Өзен мұнай-газының басшысымен кездестік. Осы негізі өзеннің азаматы, осы әке-шешесі, ата-бабасы осы жерден екен. Сондықтан көп мәселелерді көрдім, көзім жетті. Сондықтан жақсы жағын ол негізі бізде халықты еститін болды. Өткенде Қилыбай мырза, әкім облысы халықты түскі 2-ден бастап түнімен таңғы 7-ге шейін қабылдады. Енді маған айтыңызшы, Қазақстанда сондай әкім сендер көрдіңдер ме? Кім көрді? Айтыңдаршы, жазыңдаршы соны атын маған. Мен көрейін, мен барайын соны алдына. Сөйлесейін, қалай екен, не екен. Оны біз тағы бір нәрсені түсінуіміз керек, өте маңызды. Әр адамның тыңдау өте қиын. Бүткіл аймақты, бүткіл облысты алсақ, қаншама мың адам да бәрі өз мәселесімен келеді. Біреуде су жоқ, біреуде нан жоқ, біреусінде тамақ жоқ, біреусінде жай айтқысы келеді бірдеңені. Әйтеуір әкімге кірдім деген әңгіме болсын деген. Ондай да болады. Әр адам жағдайын табу да қиын, тыңдау да қиын. Бірақ ол негізі өте жақсы өзгеріс. Осы өзгерісті Өзен Маңғыстаудың тұрғындары бәрін дұрыс деп отыр, дұрыс ойлап отыр. Себебі осы егер Өзен мұнай-газының басшылары, өзен әкімі, облыстың әкімі егер өйстіп ары қарай өз бетімен халыққа қараса, халықтың да жағдайы да дұрысталады ақырындап. Біз көрдік қой, қазір фамилияларын айтпай-ақ қойын, көп адамдар, әкімдер, басшылар болған. Қазір кетіп қалған, біреу қайтып кеткендері бар. Біреусі өйстіп халықты тыңдады ма? Біреусі мәңгілікті ойлады ма? Бар, мүмкін бар шығар. Ар жағы ниетін біз көре алмаймыз ғой. Бірақ әрқашанда халықтың жағдайын ойлап, бәріміз бірігіп, бірден істеуіміз керек. Егер ойбай бәрі жаман десек те болмайды. Енді қараңыз, осы көзім жеткен нәрселерін айтайын. Өзен қаласында 4 профсоюз бар. Меніңше ол артық, меніңше ол дұрыс емес. Профсоюздің басшылары халықты өздері бөліп жатыр. Оны билік істеп жатқан жоқ. Наоборот, 4 профсоюз бәрі бірігіп, халықтың басын бірігу үшін олар 4-ке бөлініп, 4 басшы болып, бәрі басшы болғысы келіп тұр. Халықты бөледі. Қалай сонда профсоюздар әділеттікке жетеміз дейді. Мен соны түсінбеймін. Мүмкін мен миым сондай ма? Бірақ ол негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Мысалы, Маекте, Маңғыстауский атомный энергия кабинеті дейміз ғой. Сол жерде бір мекеменің ішінде 2-3 профсоюз. Дұрыс па ол? Өзіңіз ойлаңыз. Мен білмеймін, меніңше ол дұрыс емес. Олар өздері алады да, бәрі басшысы болып болғысы келеді де, халықты алады да бөліп істейді. Қандай әділет? Қалай жетеді әділет? Қалай халық басқарайын деп отыр? Мен оны түсінбей қалдым. Мүмкін білмеймін. Даже сөзімде жетпейді негізі. Ол бір. Екіншіден, осы жерде өте көп халық өз жеке мәселесін көтереді. Өткенде бір сұхбатта, осы өзен белсендісі бар, Күнсұлу апамыз. Сонымен сөйлескен кезде бір сұхбатта ол маған бүйтіп айтты. Забастовка басы негізі жемқорлықтан басталды, сосын кейін арасында жеке мүддесі болып кетті. Кейбір забастовкалар. Біреулер ақшаны жіберді, жұмысшыларға ақша төледі. Ондай да болған оқиға деп айтты. Мысалы, мен ол кісіге сенемін, себебі ол жасы да үлкен, өзі де кішкене адалдығы көрініп тұр, айтып отқан сөзі бар. Сондықтан
бір мысалы өткенде бір жұмысшымен сөйлескен кезде сұхбат берші деген кезде бергісі келмейді. Себебі оны айтады, камераға айт десең айтпаймын, бірақ өшірсең айтып беремін деді. Айтты, осы жерде жағдай жаман, нашар деді. Бірақ сөзбен сөз ары қарай әңгіме болғаннан кейін артынан айтты. Негізі өзінде Маңғыстауда мұнайшылардың жағдайы жақсы болды деді. Бірақ мұнайда жұмыс істемеген адам жағдайы нашар деді. Енді оны ашық айтатын болсақ, қараңыз. Осы таңда бізде өзінде 10.500 адам істейді. Бірақ мұнайды тапқан өндірісі 5,5 миллион. Енді Маңғыстау мұнай-газда алайық. Оларда 4.000 адам істейді, бірақ мұнайды 6 миллион тонна жылына табады. Сондықтан өзен мұнай-газы негізі қазір жағдайы кішкене нашарлау, өндірісі құлап жатыр. Мұнайшылар айтқан нефтяной пластовое давление түсіп жатыр. Анау мүмкін шығар, мен ол жағын білмеймін ғой, мен мұнайшы емеспін, айтамаймын. Бірақ мен айтатыным осы ақырындап осы өзгерісті бәрі айтады, ары қарай жүре берсе, бірдеңкеге жетеміз. Егер осы өзгеріс тоқтаса, өзенде Маңғыстауда халықтың жағдайы қайтадан нашар болады. Біз қайтадан сол 90 жылдарға түсеміз айналып.